Нариман бала күнінде ұшқыш болуды армандады, бірақ есепшінің оқуын оқып шықты. Десе де ол ұшқыш та, есепші де болмады, бірақ жанына жақын істі тапты. Первая реакция это удивление. Мені бірінші көргенде таң қалады. Сіз бе тырнақ үрлеуші? Иә, мен отырыңыз деймін. Бәрінде бастапқыда маған деген сенімсіздік болады. Жақсы тыңдаушы болғандықтан болар, кез келген нәзік жандылармен сөйлесіп, ойы бөліседі. Әйелдерді оның ер азамат ретіндегі пікірі қызықтырады екен. После процедуры. Бірінші процедурадан кейін клиенттердің маған деген сенімі артып, қайта айналып келіп жатады. Яғни мен олардың сенімін ақтадым. Оның жанын қынжылтатыны өзінің сүйікті ісі туралы жақын достарына айта алмайды. Себебі? Достарыммен жұмысым жайлы әңгімелеспеймін. Себебі мені түсінбейді. Біз керісінше олардың жұмысы туралы әңгімелесеміз. Оларды қолдап отырамын. Еркектің тырнақ әрлеуі әрине көрген көзге оғаш көрінеді. Сырттай оны өсектесе де, ол оған мән бермейді. Өз атына кір келтірмес үшін де ер азаматтарды қабылдамайды екен. Мен жайлы не ойласа да маған бәрібір. Тапқан ақшам менің көңілімнен шығады. Мен өз ісімді сүйемін. Дәл Нариман сияқты әмірдің мамандығы туралы да жұрт еркектің ісі емес деп сөз етіп жатады. Тіпті басында әкесінің өзі баласының балет билеуіне қарсы болған екен. 2009 жылы менің алғашқы шығармашылық кешім өтті. Менің әкем достарымен келіп, алғаш сахнаға шығып, мені құттықтап батасын берді. Балам, бұл сенің ісің, түсіндім, билей бер, деді. Әмір 9 жасынан бастап балет мектебінде білім алғандықтан, оның бала болып ойнауға уақыты болмаған. Я развею этот миф. Балет бишілері нәзік келеді деген аңызды жоққа шығарғым келеді. Біз балалармен төбелескенді жақсы көреміз. Қанша рет аяғымыз да, қолымыз да сынды. Тіпті біздің колготки киген жігіттер деп балағаттайтын. Сол үшін бізден олар әбден таяқ жейтін. Қажырлы еңбек пен қара терді талап ететін бұл үлкен өнер екінің біріне қол емес. Тут шахтеры. Біз шахтер сияқтымыз. Әйелдер қалай шахтер болады? Дайындық барысында төгілген терді ешкім көрмейді. Олар тек сахнадағы біздің әдемі биімізбен беттегі бояуды ғана көреді. Балет нағыз ер азаматтың биі. Десе де ол бір кездері балетті тастап басқа салаға бас бұрған екен. Дегенмен көп ұзамай сүйікті сахнасына қайта оралады. Возможно, я поменял бы. Егер мүмкіндік болғанда мен опера әншісі болар едім. Әйел мен еркектің арасында ешқандай шекара қалмаған мына заманда әркім жүрек қалауы бойынша еңбек етсе ұят емес.